Ассаламағалейкум баршаңызға. Есімім Мұрат Төлеген, 16 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкермін. Қарапайым миллиардер кітабының авторымын. Бизнес-кит кәсіпкерлер қауымдастығының Алматыдағы басшысымын. Сіздерге дәл қазір айтылатын тақырып берекелі бизнеске бағыт курсының кіріспесі. Берекелі бизнес дегеніміз не? Берекелі бизнес дегеніміз ол кәсіпкерге де пайдалы, және де қоғамға да зиян келмейтін бір бизнестің түрі. Бұл бизнестегі мақсатым өзімнің жүріп өткен 16 жылдық жолыммен сіздермен бөліспекшімін. Сіздер сүрінбей, және де сіздерге бір ағалық өзімнің бір жолымды көрсету арқылы сіздер де өздеріңіздің мақсаттарыңызға жету. Бұл курс кімдерге арналған? Кәсібін жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге, және де ол кәсіпті уже істеп жүр, бірақ та бір қателік жасап алған кәсіпкерлерге өзінің бір кәсібін іштей бір жүйесін жөндеп алу үшін. Және де сол кәсіпті істеп жатқан кәсіпкерлер бірақ та масштабқа шыққысы келетін бір определенный бір потолокқа тіреліп қалған кәсіпкерлер болады ғой. Сол кәсіпкерлерге арналған. Бизнеске бағыт курсының ішіндегі концепциясы, жалпы ішіндегі полностью идеологиясы стратегия Триес деген жүйеге негізделген. Триес дегеніміз жалпы біздің қасиетті Құран кәрімде келген асыр сүресі. Оның ішінде «Вәл асыр, иннәл инсана ләфи хуср» деп келеді. Бұл жерде жалпы мен ғасырмен ант етемін, адамдар уақыттың қадірін білмеген үшін зардап шегуде деп келеді. Асыр сүресімен біздің берекелі бизнеске бағыт курсының негізгі байланысы. Адамдар ең бірінші дұрыс жолда немесе тура жолда болу үшін бизнесін тек қана бизнестен ғана тұрмайды ғой өмір деген. Бұл адам деген отбасы бар, өзі бар, тұлғасы бар, қоғамы бар деген сияқты, және де әрбір біздің жаратушымыз бар екен. Сол үшін де ең бірінші бізге не керек деген сұраққа жәнегі Құран кәрімде асыр сүресінде адамға ең бірінші иман керек деп айтады екен. Жерге жазып қояйық, иман керек деп. Жәнегі біздің стратегиямызды қарап отыратын болсақ, жүрегінде иманы болмаса, өз-өзіне сенбесе, Алласына сенбесе, ол адамда ештеңкеде, былайша айтқанда, қолынан ештеңке келмейтін болады. Содан кейін адам ең бірінші өз-өзін танып алу керек. То есть былайша айтқанда сабыр керек. Өз-өзін тану керек, және де өз-өзін былайша айтқанда білімін дамытып, тұлғалық бір дамып шығу керек. Және де екіншісі бізге жақсылыққа шақыру деп келеді. Жақсылыққа шақыру дегеніміз, біз ең бірінші кімді жақсылыққа шақырамыз? Ең бірінші отбасымызды жақсылыққа шақырамыз. Одан кейін жәнегі S3 ізгі амалдар. Бұл жерде ізгі амал дегеніміз бұл біздің қоғамымыз, бұл және біздің бизнесіміз. Соның ішінде бизнес дегеніміз небәрі 11%-ын ғана құрап тұрады екенде. Егер де сіз өз-өзіңізді реттеп алмасаңыз, отбасыңызбен дұрыс болмасаңыз, қоғамыңызбен дұрыс болмасаңыз, бизнес деген ол сіздің айнаңыз сияқты. Сіздің жүрегіңіз алай-дүлей быт-шыт болатын болса, бизнесіңіз де дәл сондай алай-дүлей быт-шыт болатын болады. Және де осы үш негізде өзіміз, отбасымыз және қоғам осы үш негізде жәнегі берекелі бизнеске бағыт курсы негізделген. Курс барысында кері байланыстар беріледі. Курста бізде чаттар бар, фокус группалар бар. Кері байланыс үнемі жасалынып отыратын болады. Және де платформаға сіздерге 24/7 қол жетімді болады. Үнемі кез келген жерде, онлайн, офлайн кез келген жерде жүріп, сабақтарды орындай аласыздар. Бұның ішіне өзімнің жәнегі 16 жыл бойы іріктеп келген, 16 жыл бойы жүріп келген тәжірибем арқылы 16 бизнеске салынып көрілген бизнес инструменттерді салдым. Бұның ішінде алгоритмдар бар, инструменттер бар. Осы инструменттер арқылы менің электроника магазиніме өлшенген жәнегі инструменттер арқылы сізде даже бизнес жоқ болатын болса да, сіз бизнестің бір өлшемдерін үйренетін боласыз. Берекелі бизнеске бағыттың іштерінде өте көп кейстер болады. Кембридждің жәнегі Еуропадағы білім беру системасы бойынша бізде құралған. Сіздерге қарапайым тілде, қиындатпай, өте оңай, жеңіл тілменен беруге тырысамыз. Көп дүниені, терминологияларды ауырлатпай, сіздерге қарапайым тілменен жеткізуге тырысамыз. Жауапкершілікті өздеріңізге алып, толықтай біздің жалпы біздің кураторлармен, біздің оқушылармен бірге жүріп шығыңыздар. Егер де сіздер мына А нүктесінен Б нүктесіне келе жатқан жолда, жарты жолда тоқтап қалатын болсаңыздар, онда бұл менің кінәм емес, онда бұл сіздің кінәңіз. Сізге
жәнегі бізбен өте көп кері байланыста болуыңыз керексіз. 24/7 мен сіздермен, жаңа біздің кураторларымыз сіздермен байланыста болады. Қандай да бір сұрақ туындаса, сұрақты қоюға болады. Дәл мен сіздерден есеп алған кезде мен сіздерден сұраймын, неге орындамадың деп. Дәл сол кезде сіздер анандай бір оправдание іздейтін болсаңыздар, онда мен сіздерге штраф қоямын. Штраф деген міндетті түрде болады. Үлкен бір академия болғаннан кейін, бұл жерде отчисление деген болады. Жәнегі сабаққа кіргізбей қою мүмкін сіздерді мысал үшін. Сол үшін де міндетті түрде дәл қазір бірінші очередь өздеріңіз шәкірт позициясына түсіңіздер. Басымыздан бүйтіп коронамызды шешеміз де қоямыз да, содан кейін шәкірт позициясына түсіп, А нүктесіне, Б нүктесіне егер де шынымен жеткілеріңіз келетін болса, онда толықта үйренеміз.